Үмітнұр Мұхаммед. Ай, қош келдің. Өзіңді таныстырып өтсең? Мен Жамбыл ауданы Ұзынағаш ауылынан боламын. Ақындар мен батырлардың елі. Есімім Үмітнұр, тегім Мұхаммед. Жақсы, бүгін қандай өлең алып келіп отырсың? Бүгін өзіміздің керемет ауданның ақыны Есенқұл Жақыпбеков ағамыздың біздің елдің жігіттері деген өлеңін оқып берсем деп отырмын. Жақсы, ендеше барша қазақ жігіттеріне шабыт бересін деген ойдамын. Рахмет. Біздің елдің жігіттері. Біздің елдің жігіттері, жігіттердің төресі. Солар жайлы ағайын жұрт не білесің сен осы? Олар жайлы айтылмаған биік-биік мінбеден, өйткен олар ақиқат пен шындық сөздің жебесі. Біздің елдің жігіттері, ұлы мұхит кемесі. Біздің елдің жігіттері, жігіттердің төресі. Олар жайлы білгін келсе, ортасына кіріп көр. Солар жүрген соқпақ жолмен дәтің жетсе, жүріп көр. Біздің елдің жігіттері, жігіттердің сырттаны, кеше өткен батырлар мен ақындардың ұрпағы. Ерте туып, еш заманның маңдайына сыймаған, өз елінің ұлтаны мен өз елінің сұлтаны. Тамаша, жарайсың Үмітнұр, мінекей. Абай атамыз саған басын изеп тұр, тамаша оқыдың дегендей, барша қазақ жігіттерінің намысын бір көтеріп тастадың. Біз де саған тәнтіміз. Ендеше жайғасуға рұқсат.